Амансыздар ма, ардақты әлеумет, эфирде Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпаратты оқынында. Студияда мен Ақмарал Ғаниқызы аптаның екінші жартысына келіп түскен жаңалықтар легімен таныстырамын. Назарларыңыз бізде болсын. Алғашқы ақпарат: бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 стратегиясы жаңа қалыптасқан мемлекеттің саяси бағытын айқындап бердім. Басты мақсат Қазақстанның 30 мемлекет қатарына қосылуы. Ол мәңгілік Қазақстан жобасы арқылы іске асатыны белгілі. Қазақ елі өткен 22 жылда қыруар іс тындырды. Біз дамудың жаңа моделін қалыптастырдық. Осындай басым бағытты қалыптастырған елбасының жолдауын талқылауға арналған жиын өтті. Қалалық әкімшіліктің үлкен залында өткен шараға ұлағатты ұстаздар мен мектеп оқушылары, студенттер қауымы қатысты. Толығырақ келесі бейнетүсікте жалғаймыз. 2050 жылға дейінгі қарышты қадамды анықтап берген бұл жолдауды біз жылдағыдай мұқият тыңдап, ертегі күнге деген зор сеніммен қабылдадық. Әдеттегідей биылғы жолдауда да елбасы Назарбаев іргелі елдердің қатарына нақтырақ айтсақ, 30 ірі елдің қатарына енуді басты мақсат етіп берді. Бұл мақсатқа жету үшін әрбір қазақстандықтың бас қосуы қажеттігін де тілге тиек етті. Сонымен қатар оған жетудің сара жолдарын да анықтап көрсетті. Ең дамыған 30 елінің қатарына кіріп, экономика қуатын даму, тұрақты елге айналуы, болашаққа көз тігіп тәуелсіз жерді мәңгілік ету, ұлы жолына түсу деген мәселе атап өтті. Енді жалпы жаңағыдай осы елбасының осы жолдауындағының ішіндегі өзіміздің Түркістан қаласы бойынша қысқаша бір нелерді айтып кетейік. Мынау Түркістан қаласындағы ең бірінші ауыз су мәселесі. Ауыз су мәселесі біз білесіздер 2006 жылдары 119 километрге ауыз су тарту мәселесі болған. Ол кезде бары жоғы 39 километріне магистралдық су тартылып келді. Кентау Түркістан вода отводынан су келіп тұр бүгінгі таңда. Оған қосымша осы былтырдан бері 1 миллиард 780 миллион теңгеге 80 километрге қазір 1,8 деген көлсіз тартып жатырмыз. Осының арқасында қазір 36 елді мекеннің ішінде 27-сі бүгін 2 жылдың көлемінде мысалға осы елді мекендерге қаржылай 9 миллиард ақшалар бөлініп, ауыз су мәселесінің бүгінгі таңда 169 мың адамды орталықтандырған таза су қамтылып 69,4%-дан осы жылы 82%-ға жеткізіп отырмыз. Елбасы биылғы жолдауында мақсатқа жетудің екі кезеңін көрсетті. Бұл бағыттағы басты алғы шарт ғылымды дамыту арқылы экономиканы көтеру екендігін алға тартты. Елбасымыз Қазақстанда ата-бабамыздың басты кәсібі мал шаруашылығын өркендету керектігін, елімізді ет пен сүт өндіретін аймаққа айналдыруымыз керектігіне тоқталды. Ол үшін фермерлерге қасиетті қара жерді тиімді пайдалана білген кәсіпкерлерге қол ұшын беруге шақырды. Түркістан қалалық қорғау және жергілікті атқарушы органдардың арасындағы мәжіліс өтті. Өздеріңізге белгілі. Бұның себебі Қазақстан Республикасының президентінің 17 қаңтарда өткен жолдау болып табылады. Яғни Қазақстан 2050 стратегиясы болып, осыған байланысты біз қалалық прокуратураның басшысымен өткізілген жиналыс қатысты. Қатысқан кісілер осы қалалық, Түркістан қалалық жергілікті жаңағы атқарушы органдардың басшылары, аппараттың активтері түгелде қатысып, өздеріңіз көргенде прокуратура баяндамашы болды. Басты мақсатқа жетудің сара жолы ғылым екендігінде қадап айтты. Сондықтан бұл салада жаңа жобалардың жасалуын, оны қаржыландыру керектігін де көрсетті. Сондай-ақ шетелдік компанияларды тарта отырып, көптеген орталықтарды ашу керектігін, ғылым мен тек білімді жастарды еңбекпен дамитындығын жеткізді. Ал білімді жастар үлгілі оқу орындарынан білім алулары тиіс. Сондықтан білім беру саласына жаңа серпіннің қажет екенін, үлгерімі жақсы студенттерді қолдау мәселелеріне де тоқталды. Ол өз жолдауында 2016 жылдың қаңтар айынан бастап студенттердің шәкіртақысын 25%-ға көтеруді тапсырды. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан.